Ассалаумағалейкум жігіттер. Достар, амансыздар ма? Қалайсыздар? Приветствую вас, друзья, подписчикам, гостям канала. Вас приветствует YouTube канал Ата Кәсіп Қазақ. Баршаңызға деген құрметпен Ата Кәсіп Қазақ YouTube арнасы. Таңбалар ап-анық болып көрінген екен. Машалла. Бүгін мені жылқыға шықтық. Бір 10 шақты күндей болып қалған қарамағаныма. Одан кейін бір-екі рет шықтым, бірақ сигналдың уақытында емес, кейін шығып едім. Сол кішкене кеш шығамыз. Сонымен жүрген жерінен қозғалып кетеді. Таба алмай қалып атамыз. Бүгін шығып, соның өзінде 2 сағат кеш шықтым. Анау үйді көріп тұрсыз. Сол үйден бері қарай 1 километр жерде жатқан екен. Сол сигнал келген точкадан бері километр 300-дей қозғалып кетіпті. У меня такая проблема, что я не выхожу вовремя сигнала. Вот поэтому я их не смог найти. Уже прошло неделя. Семь-10 дней прошло. Вот, постоянно не могу выйти вовремя. Поэтому не могу их найти. Вот сегодня тоже вышел через 2 часа, как сигнал пришел утром. Вот они передвинулись сюда. Километр 300. С ними все в порядке. Ребята на месте. Взрослые поголовье. Еще төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все на месте. Вот. Вот самый маленький жеребенок, апельсинчик, с матерью ходит. Ең кіші ғылым апельсин деген. Шешесімен жүр. Мынау Баян дейтін құнажым Байтал. Ана Көшімбенің құлына. Машалла, Кантини дейтін. Арғы жирен. Торы ма, жирен бе? Кантини деген. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dur. Hey. Төңіректе мал көп, мына жердің өзінде. Қазір 10 шақты үйір жатыр. Міне мына жағында жатыр. Здесь в местности полно лошадей, косяков. Люди держат, но не сможем
заполнить все эти земли лошадью. Когда-то в древние времена здесь ходили наши предки с тысячами головами лошадей туда-сюда. А сейчас осталось мало. Но потихоньку пополняется. Но кең байтақ даланы жылқыға әлі толтыра алмай жатырмыз. Заманында, ертеректе бұл жерлердің барлығына жылқының тұяғы тимеген жер болмаған ата-бабаларымыздың уақытында. Қазір енді Құдайға шүкір жайлап жылқы саны, жылқы басы барлығы көбейіп келе жатыр. Аллаға шүкір. Ата кәсібімізді дөңгелетіп, Құдай қаласа